Сәлем достар, сіздермен Аскербек. Бүгін бізде тұрмыстық техникадан бастап алып ғимаратқа дейін әскери техника мен заманауи смартфонға дейін шығаратын Samsung компаниясының тарихы. Samsung'тың негізін қалаған кореялық кәсіпкер Ли Бин Холь. Ол 1938 жылы Тэгу қаласында күріш өнімдерін сататын кішкентай дүкен ашқан. Саудасы өрге дөңгелеп, Кореяның басқа қалаларында өз дүкендерін ашады. Ал кейіннен өз тауарларын шет елдерге экспорттай бастайды. Бірақ Екінші дүниежүзілік соғыстың кесірінен саудасы тоқтап, Ли біраз шығынға батады. Жойқын соғыстан кейін Кореяның экономикасының күл-талқаны шыққаннан соң, Ли Бин Холь елдегі өнеркәсіпті дамытуға бет бұрады. 1947 жылы Ли Кореядағы ең үлкен тоқыма фабрикасын ашып, келесі жылы ресми түрде Samsung маркасын тіркейді. Samsung корей тіліне аударғанда 3 жұлдыз деген мағынаны береді. 50-ші жылдары Samsung құнды қағаз және сақтандыру бизнесімен айналысып, Кореядағы ең ірі компаниялардың біріне айналады. 1969 жылы Samsung жапондық Sanyo компаниясымен бірігіп, Samsung'тың ең ірі бөлімшесі Samsung Electronics құрылады. Sanyo технологияларын қолданып, Samsung ақ-қара түсті теледидар шығара бастайды. Бірнеше жылдан соң тоңазытқыш, кір жуғыш машина, микротолқынды пеш сияқты тұрмыстық техникаларын шығарып, әлемдегі электроника саласындағы беделді компанияға айналды. 1980 жылдары Samsung компаниясы Hanguk Gencha Tongxin фирмасын сатып алып, телекоммуникация құрылғыларын шығара бастады. Басында тек телекоммутатор, факс шығарып, ал 91 жылы Samsung Electronics'пен бірігіп, алғашқы ұялы телефон жарық көреді. Келесі жылы Samsung'тың алғашқы микрочипі Samsung DRAM шығарылып, компанияны компьютер нарығына шығарады. 93 жылы компанияның логотипі өзгертіліп, бәрімізге таныс көк эллипстегі Samsung жазуы пайда болды. Қазіргі уақытта Samsung компаниясы электроника, химия, ауыр өнеркәсіп, автокөлік шығару, құрылыс саласында жұмыс істейді. Электроника бөлімшесі компанияның табысының 70%-ын құрайды. Әлемде сатылған смартфондардың 25%-ы Samsung компаниясына тиесілі. Смартфоннан бөлек компьютер жабдықтарын, ноутбук, планшет, принтер, плазмалы теледидарлар, микрочип және тағы басқа электроника тауарларын шығарады. Samsung Electronics'та қазіргі уақытта 350 мың адам жұмыс істейді. Ауыр өнеркәсіпке келетін болсақ, Samsung мұнай-газ құбырларын, алып жүк кемелерін, әскери KTX-2 ұшағын және К-9 танкісін шығарумен айналысады. Құрылыс саласында Samsung'тың инженеринг бөлімшесі жұмыс істейді. Олардың ең ірі жобалары Малайзиядағы Петронас ғимараты, Тайвандағы Тайбэй 101 және Дубайда орналасқан әлемдегі ең биік Бурдж Халифа ғимараты. Көлік шығару саласында Samsung франциялық Renault компаниясымен бірігіп, Samsung Motors маркасымен автокөлік шығаруда. Күріш сатудан бастап, заманауи смартфон, әскери ұшаққа дейін жеткен ең биік ғимаратты салған Samsung компаниясының тарихы ұнаса, лайкты басып каналға тіркелеміз және ең қымбат Apple компаниясы жайлы видеоны немесе ең танымал бейнехостинг YouTube тарихын көруге ұсынамын. Сіздермен болған мен, Аскербек, сау болыңыздар.